12 жасқа толған балаларға арналған. Жақсы кітап оқу ақылды адаммен сырласқанмен бірдей екенін естен шығармаңыз. Себебі кітаптың ішіндегі басты кейіпкер сіздің сырласыңыз, ал оның басынан өткеретін оқиғалары кейде сізді сан түрлі ойларға жетелейді. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, эфирде Кітап әлемі бағдарламасы. Бүгінгі танысатын кезекті кітаптарыңыз белгілі жазушы Ақселеу Сейдімбековтің «Ақ қыз» повесті. Әрине, Ақселеу ағамыздың сонау 1970-80 жылдары жарық көрген бұл повесі сол кездегі оқырмандар тарапынан үлкен сұранысқа ие болды. Жалпы сол кездегі жастар, сол кездегі оқырман қауым бұны іздеп жүріп оқыған десек артық айтқандық емес. Бірақ 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп айтатын дана халқымыздың осы сөзі бүгінгі біздің кітабымыздың де алдымыздан шығып отыр. Себебі бүгінгі бұл кітап жайында көп оқырмандар, соның ішінде әсіресе жастар біле бермейді. Ал егер де сіз осы «Ақ қыз» повесі жайында естіген болсаңыз, бірақ әлі күнге дейін оқымасаңыз, бүгінгі біздің бағдарламамыз сізге үлкен көмек болады деген ойдамыз. Бүгінгі кітаптың шағын ғана мазмұнын өздеріңізге таныстыруға келіп отырған кезекті бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының қаламгерлер клубының жетекшісі Марал Хантөреқызы. Марал ханым, кітап әлеміне қош келдіңіз. Қош көрдік, сіздер де қош келдіңіздер. Жалпы тағылымды тақырыпқа арналған арқау өтетін керемет осынау бағдарламаның қымбатты көрермендері бүгінде сіздерге кезекті біздің қызықты кітабымыз туралы сөз етеміз деген үмітім бар. Бәрекелді, рахмет. Өткендегі алғашқы өзіңмен жүргізген әңгімеде көрерменге үлкен әсер етті деп үлкен бір ой салды, кітапқа деген қызығушылығын арттырды деген менің ойым бар. Олай болса, Марал, жалпы бізге осы повестке көшпес бұрын оның авторына шағын ғана тоқталып өтетін дәстүрлі сұрағымыз бар. Жалпы Ақселеу ағамыз қандай жазушы болған, көбінде қандай тақырыптарды қамтыған кезінде, танымалдық жағынан қалай болған, бізді көріп отырған көрермендер осы автордың шығармасына қызығушылық туатын болса, алдымен автор жайында шағын ақпарат біле отырсын. Әрине. Жалпы Ақселеу Сейдімбек ағамыз бұл қазақтың маңдайына біткен жұлдызы, шежіреші, жазушы, этнограф, зерттеуші, ғалым болғандықтан оны білмейтін қазақ кемде-кем деп есептеймін. Жалпы біздің Ақселеу ағамыз жайлы ел арасында түрлі аңыздар тарқаған, оның арасында бірі білімділігін сөз етсе, екінші бірі ол кісінің әншілігін тамсала айтса, үшіншісі ол кісіні ең көрнекті жазушы ретінде таниды. Өзінің замандасы жалпы Әбіш Кекілбаев ағамыз, осы Ақселеу ағамыз дүниеден озған кезінде қазақтың пірігім еді, әрине ол Әбіш еді. Қазақтың ең мықты әншісі кім еді, әрине ол Ақселеу еді. Қазақтың ең мықты жалпы жазушысы кім еді, ол әрине Ақселеу еді деп жоғарғы баға бере отырып, ал енді Ақселеу қазақта жалғыз еді, енді Ақселеу қайтты, оның орнын кім басады деп қатты қайғырған екен. Осы сөзден осыдан ақ біз Ақселеу ағамыздың қазақтың осы әдебиетінде, қазақтың өмірінде алатын орасан орны бар екендігін байқай аламыз. Жалпы Ақселеу ағамыз Қарағанды облысының Жаңарқа деген ауданында дүниеге келген 1942 жылы. Ол кісі көптеген шығармалардың авторы және соның ішіндегі ең танымалдылығы жағынан басым болатын осы менің қолымдағы «Ақ қыз» кітабы, «Бір атым Насыбай» атты шығармалардың және де көптеген қызықты шығармалардың бұл кісі авторы. Енді осы мен ойлаймын, көрермен қауым бүгінгі біздің осы бағдарлама арқылы «Ақ қызды» егер оқымаған болса, оқуға қызығушылығы артып, міндетті түрде өзінің кітап қоржынында осы аталмыш көне кітапты жәдігер етіп, көзінің қарашығындай сақтап оқиды деген үміттемін. Мен де солай болады деп үміттенемін. Олай болса, Марал, енді негізгі өзіміздің бүгінгі таныстырып отырған повестке көшсек, жалпы бұл «Ақ қыз» повесі арқылы автор не айтқысы келді? Бұл қай дәуірдегі қандай оқиғалары бейнеленген? Кейіпкерлері кімдер? Осы жайында ақпарат бере кетсең. Әрине. «Ақ қыз» бұл жалпы қазақтың даналығын, даралығын, ақылдылығын, қыздарының тәрбиелілігін және де махаббаттан да
керек жерінде өзінің намысын биік қоятын бір бейне кейіпкер десек те болады. Басты кейіпкері бұл кітаптағы әрине Аққыз. Аққыздан кейін әрине Наймантай деген жігітіміз бар. Осында оқыған біздің оқырмандарымыз болса, іштей есіне түсіріп отырған шығар біздің аталмыш кітаптағы кейіпкерлерді. Және де Аламан деген жігіт бар. Сонымен қатар Таймас деген бай бар. Осы Аққыз сол дәл Таймас біздің жаңағы байдың қызы болады. Бұл жалпы оқиға 70-80 жылдарда осы 19 ғасырдың тұрмыс тіршілігін, қазақтың салт дәстүрін, тәрбиесін, жалпы бала тәрбиесіне қаншалықты мән берілген, үлкенге құрмет, кішіге ізет жайлы толықтай қамти білген ең көркем шығармалардың ішіндегі мәнді дәмдісі десек те болады. Өзім өте сүйіп оқыдым. Енді әрине ақын болғандықтан менің көңілімнен бұлай шын жүрекпен оқып беріле оқитын кітаптарым аз келеді. Соның ішіндегі бірі де бірегейі осы Аққыз десем қателеспеймін. Жақсы, керемет, көрермендерді, оқырмандарды қызықтырып тастадың деп ойлаймын. Демек, менің сенің өзің сөзінен түсінгенім, бұл сол кездегі тарихи тұлға деп те айтсақ болатын шығар. Біздің әр қазағымыз жалғызымыз, Аққыздың әкесі Таймас байдың 7 перзентінің соңғысы үкілеген үміті деп айтсақ болады ғой. Енді мен ойлаймын, жалпы Аққыз деген кейіпкер арқылы автор не айтқысы келді? Бұл қандай кейіпкер? Енді қыз екендігін біз түсініп отырмыз. Автор осы қыз арқылы нені көрсеткісі келді? Оқырманға нені жеткізгісі келді? Осы жағынан да бір түсінгенімді айтып берсең. Бұл жерде оқиға қандай нәрсеге байланысты өрбиді? Бұл біздегі Таймас деген бір бай болады. Шымбұлақтың жағалауын, Қарағаштың мекендеген керемет бір байдың жайлауындағы болған оқиға туралы айтылады. Наймантай деген байдың жалпы Сүтемген деген әкесі дүниеден озғаннан кейін өзінің барша дүние мүлкінің барлығын сол ұлы Наймантайға қалдырады. Бірақ Наймантай бізде сал серлік еткен ғой бұрынғы кездерде. Өзі секілді қасына саяқ жігіттерді лестіріп алып, маңына ел-елді аралап, жалпы серлік етіп жүреді. Енді кейін олардың аты шыға бастайды. Өйткені бірнеше бұл біздің осы шығармамызда өзінің ең керемет көркемділігімен, сөз саптауымен, жалпы барша қауымның жүрегін жаулап алған біздің танымал болған Наймантай келесі жолы барымталыққа, өзге ауылдарға қарата шығатын болған шалғай жатқан. Таймас батырдың тоқалынан да бәйбішесінен де 7 перзент туылады. Бірақ өкінішке орай 7 перзенті де шетінеп, ең соңғы осы үміті, үкілеген үміті Аққыз болып қалады. Аққызды жалпы еркек шора етіп өсіргенін байқаймыз. Ер мінезді болды. Не себепті? Бірақ оған қарамастан Аққыз еркек шора болып қана қоймай, ол өзінің қыз болмысына тәнде дүниелерін, ақылдылығын, көрегенділігін көрсете білген. Аққыз бұл өте көркем көрсетілген бейне десек те болады. Енді осы жерден біз көрермендерге қызық қып қалдырайық, оның оқиғаның қалай өрбитіні өте әдемі айтып беріп отырсың. Оны оқыған кезде ары қарай өздері көріп жатыр. Осы жерде Аққыздың әкесінің жаңағы 7 ұрпақтың соңғысы болып отыр ғой. Өзінің үкілеген үміті. Бір таң қалғаным, ер азамат ретінде тіпті даулы мәселелерге де қызын жұмсап, даулы мәселелерге төрелік айтуға жібергендігі, мысалы төрелік айтқандығы. Осы жерде қарап отырсақ, біздің ата-бабаларымыздың қыз бала деп төмендетпей, оған қажет кезінде ер азаматтыңға да берілетін құрметті көрсетіп, ер азаматқа берілетін билікті бергендігінің өзі үлкен дүниелерді аңғартса керек. Өзің осыны оқыған кезде қаншалықты таң қалдың? Мен өте таң қалдым. Әрине қазақ әрқашанда қыз баласын қонақ деп есептеп өзінің төбесіне көтерген, бірақ осы оқиғаны оқу барысында ол кезеңде де тіптен билік басына осы қыз балаларын тіптен ақыл айтуға, әділ шешімін беруге қыз балаларын тәрбиелегенін оқып, шыны керек өзім таң қалып та қуанып та қалдым десем болады. Өйткені Таймас өзінің ақылдылығы соншалық, ол енді үкілеген үміт күтіп отырған қызынан мемлекеттік мәселелерге, дау жанжалдарды шешуге қарата жіберіп отыруының артында үлкен бір логика, үлкен бір керемет дүние жатыр десек те болады. Мысалға, осы оқиғадағы бір қызықты дүние, көрші елдегі жалпы бір ер азаматты осы Таймастың елінің бір жігіті өлтіріп қояды. Сол кезеңде қызын Таймас жалпы бай әділетті шешімін шығаруға, сол дауды шешіп келуге жібереді. Ол іштей мысалға бағана біз бір сөзімізде айтып өттік қой, Наймантайды ұнатып қалса да,
Сол кезеңде Аламан деген бір батырға ол өзінің шартын қойып айтады: сіздер егер осы даулы мәселеге кешірім танытатын болсаңыздар, мен сіздердің қандай да бір талап еткен дүниелеріңізге қандай болмасын мен көнуге дайынмын дейді. Сол кезеңде осы қыздың енді түрін, болмысын, ақылдылығын ұнатқан Аламан ендеше мен сені тоқалдыққа аламын дейді. Сол кезінде қыз бірден иә дей салмай, мен сіздің ол ұсынысыңызды қабыл аламын, тек менің де бір шартым бар деген жерінен біз Аққыздың, яғни өзінің керек жерінде айтқан ойында тұра алатындығын, ерлігін, қаһармандығын да байқаймыз. Ол қыз жалпы мен әкемнің көңіліне қаяу түсіргім келмейді. Ертең менің әкем осы бірнеше жасқа келген қызым, үкілеген үміт күтіп отырған қызым бір елдің тоқалы болып кетті деген жүрегі ауырмасы үшін мен жалпы әкенің қайтыс болған кезіне дейін жанында болып, ол кісі қайтыс болғаннан кейін ғана сізге тоқалдыққа бара аламын деп шарт қояды. Аламан да әрине келісе кетеді. Бұл жерде біз қазақтың осындай даулы мәселелердің өзіне бір-біріне деген кешірімділік танытып, ашуға емес ақылға салатын керемет ұлт екендігінде байқаймыз. Бұны да бізге әспеттеп керемет жеткізген Ақселеу ағамызға алғысымыз шексіз. Жақсы, мені қызықтыратыны осындай біздің үлкен жазушы ағаларымыз кезіндегі қазақ даласындағы болған әртүрлі оқиғаларды, дәуірлердегі адамдардың бір-бірімен деген қарым-қатынасын баяндай келе төл табиғатымызды естен шығармайды, байқасаң. Мені қызықтыратыны осы жерде өзің осы табиғатқа байланысты суреттелген дүниелер бар ма? Саған қалай әсер етті? Табиғатқа қатысты бейнеленген дүниелер, мысалға осы Шымбұлақтың баурайында жатқан кезінде қаншалықты шөбі шүйгін, ауасы саф деп әдемі ол жерде пейзажда көрсетіле білген. Сол себепті біз қазақтың дархан даласының көркемдігін осы шығарма арқылы әрине оқып біле аламыз. Тағы бір бұл жердегі қызықты дүние әспеттеп жалпы жасырын екінші бір дүниеменен жеткізгендігін байқаймыз. Жаңағы біздің Наймантай ең бір қызықты дүниесі біздің қыз ауылына қарата келген кезінде соншалықты махаббаттың құдіреттілігі соншалық мұрт сақал жабыстырып, енді ол кісінің өзіне мұрт сақал болмаған екен Наймантайда. Бағанағы Аламанның атынан келе білгенін қалай қарайсыз? Мысалға, бұл жерде кейін естиді ғой, енді менің басым бос емес деп ақ қыз айтқаннан кейін, бұл тордағы отырған кептерді босатып жіберсем қалай болады екен деген кезде, дау-дамайсыз шеше білсем, қолыңнан келсе жақсы жігітім деп ақ қызды әдемі жеткізген тұспалдап. Сол кезеңде, сол ерінбестен қазіргі кездің өзіне мысалға қазақ жігіттер қолында тұрған құсты бағаламай ұрып соғып, бағаламай жүрсе төмендетіп, бұрынғы кездің жігіттерінің соншалықты қыз баласын махаббатына адал болғанын біз сол дүниеден байқаймыз. Ерінбестен сақал мұртын жабыстырып, оған түрлі бір өзі бір керемет айлаларға барады. Сол Аламанның еліне барып, оның бүкіл жағы енді қыз ертең секем алып қалмасын деген ниетпен оның барлық астындағы атын, үстіндегі киімдерін алғызып, оны Аққызға керек болып жатыр деген рұқсатыңызды сұрай келдім, мен Аққыздың нағашысымын деген секілді атпенен барып, ең соңында түнде кіріп келіп, қызбен бірге жалпы осы көңіл жарастырады. Ал бірақ оған Аққыз Аламан екен деп ойлап қалады. Яғни ол жердегі Наймантай деп еш ойланбайды. Себебі сақалы болғаннан кейін, пошымдары ұқсас болғаннан кейін енді батырлардың осындай дүниелерде. Енді тағы бір қазақтың тұрмыс тіршілігіне мән бере кететін өте бұл оқиғадағы ерекше бір дүние, білезігін, одан кейін алқасын және бөрігін сұрайды Наймантай. Міне, бұл жердегі мен не себепті осы үш дүниені сұрады екен десем, білезігіңді алғаным, білегіңді ұстағаным, сенің алқаңды алғаным, сенің кеудеңе шыққаным, ал бөркіңді алғаным, сенің басың мендік деген дүние екен. Бұны оқып отырып, мен шыны керек көркем әдебиеттегі өте бай, ғибратты бір сөздерді байқадым десем де болады. Енді расында да әлемдегі ең тілі, шырайлы, бай елдердің, халықтардың, ұлттардың біріне жатамыз ғой, біз ол жағынан мақтана аламыз. Өкінішке орай осындай біздің тілдің байлығы, осы
19 ғасырдың аяғына дейін ғана жалғасқаны өкінішті. 21 ғасырда қазір өмір сүріп жатырмыз деп қанша технологиялар дамыған заманның біз перзентіміз десек те өкінішке орай бізге жетпей жататын осы тұстар. Енді Марал, бізге берілген уақытта өз мәресіне жақындап келе жатыр. Жалпы осы кітапты оқу арқылы, осы бүгін біз сізбен әңгіме етіп отырған Ақ қыз повесін оқу арқылы көрермен не алады деп ойлайсың? Жалпы көрермен үшін берері не де? Өзінің оқырман ретінде көзқарасыңды айтсаң. Көрермен көп деген инсайттар алады. Қымбатты көрермендер, аталмыш осы Ақселеу Сейдімбек ағамыздың мінекей кітаптың түрінен ақ білсеңіздер болады, өте көне. Бұл жерде қаншама қол ұстап, қаншама әдемі иісін иіскеп отырып осы кітаптың оқысаңыздар, сіздер алатын дүниелеріңіз өте көп. Оның ішіндегі ең бірінші айта кететін дүние, біз қазақ екендігімізді мақтан етеміз. Өйткені арынан аттамай, кейін ең соңында осы қыз кейін біледі ғой енді ол аламан емес екендігін, содан қыз шыны керек намыстанып, менің арымда осылайынан арымнан аттап кеткен кезімде ертең не болады деген секілді намыстанып, Наймантай екенін білгеннен кейін мен оны өлтіремін деп бара жатады, аттанып кетеді. Оның тіптен анау ашулы қаһарлы шабысынан жау келе жатыр деп даурығады Наймантайдың елі. Сол кезеңде Наймантай енді іштей біліп, келе жатқан ол жау емес, ол сіздердің келіндеріңіз деп, осы жерде жағы анасы көріп келін келеді деп барлық елге қарата жариялап, алдынан ақ шымылдықты алып шыққан кезде ақ қыздың бағанағы ашуының барлығы қайтып кетіп, ол да сол елінге өзінің келін болғанын біз яғни көру арқылы, біз ол кезде тағдырға қатты жастардың сенетіндігін, өзінің ар менен иманын, инабаттылығын сақтай білген қазақ қызының тәрбиесін, сонымен қатар Наймантайдың айтқан бетінен қайтпайтындай қайсарлығы мен махаббатқа деген адалдығын байқай аламыз. Және осындай дүниелерді қазіргі жастар, мен ойлаймын, осындай аталмыш кітаптарды оқу арқылы өзінің бойына үлгі өнеге етіп алары сөзсіз. Рахмет, Марал, бүгінгі біздің хабарымызға атсалысқаныңызға. Енді сізбен әңгімелесе отырып, біз кітаптың кейіпкерлерінің бастан өткерген, соның ішінде олардың қаншалықты шынайы болғандығын, біздің дәстүрге қаншалықты берік болғандығын, біздің қазақы болуымыздың қаншалықты мықты болғандығын жеткізе білдің деп ойлаймын. Әрі көрермендерімізді, осы кітапқа деген оқырмандарымыздың қызығушылығы арта түседі деген менде ой бар. Өзіңе рахмет, шығармашылық табыс тілейміз алдағы уақытта. Міндетті түрде алдағы уақытта біз сізді қайта жүздесе отырып, қазақтың таңдаулы шығармаларын оқырмандарымызға, көрермендерімізге тағы да жеткіземіз деген ойдамыз. Рахмет. Рахмет, сіздерге де рахмет. Бүгінгі осындай керемет бағдарламаға арқау етіп, Ақ қыз кітабын алғанымыз үшін, осыны талдағанымыз үшін және сіздің өткізген алтын уақытыңыз үшін алғыс білдіреміз бізде. Рахмет. Жалпы кітап оқуды қойған адам ойлауды қояды деп кезінде данышпандар бекер айтпаған. Олай болатын болса, ақыл ойларыңыз кемел, сөздік қорларыңыз бай болсын десеңіздер, кітап оқуды назарда ұстаңыздар. Келесі кітап әлемі бағдарламасында амандықпен жүздесейік.